Арай, Арыстанмен бәрі де мүмкін. Күтпеген жайт орын алды. Арай әлеуметтік желіде Арыстан жайлы сұрақтарға жауап берді. Арыстанмен қайта қосылу ойда бар ма? Деген сұрақтарға астын сызып тұрып мүмкін деп жауап берді. Сонымен қатар Арай қазіргі таңда Арыстанның досы Бекішпен бірге жүр. Арай өз сторисінде Бекіштің сатып алған жаңа көлігімен құттықтап жазды. Бекішпен бірге Арыстанның досының туған күніне құттықтап барды. Арайдың күтпеген интригаға толы стористері осымен әлі де бітер емес. Арай Инстаграм желісінде Арыстан мен отбасылы кездерін еске алды. Қандай фото тауып алдым деп жазды Арай қызымыз. Арыстанның үйінде Бекішпен түскен суретін жариялады. Еске сала кетейік, Арай Арыстанның үйіне келін боп түскен кездері Бекіш Арыстанның үйінде жүрген болатын. Желі қолданушылары Арайға жарыса жазды. Инстаграм қолданушылардың сұрақтары Арыстан жайлы болды. Арыстанды ұмыттыңыз ба? Арыстан қайтып келсе қосыласың ба? Арыстанмен әдемі жарасасыз. Арыстанмен араласасыз ба? Арыстанмен түскен фото ғой. Арыстан қайтадан сізден бір мүмкіндік сұраса, не дейсіз? Арыстан сізді жақсы көретін сияқты әлі, деп жарыса жазды желі қолданушылары. Арай қызымыз Арыстан жайлы бүкіл сұрақтарға мүмкін деп жауап берді. Арайдың ешкім күтпеген осы жазбалары Арайдың Арыстанға деген сезімінің өшпегенін, Арыстанға қайта қосылу ниеті бар екенін білдіреді. Арыстан күнделікті Инстаграм тікелей эфирінде Арай жайлы сұрақтарға үнемі жауап беретін. Бірақ осылайықтың өткен эфирінде Арай туралы айтылғанда Ерасыл мен сөзге келіп қалған болатын. Тіпті Ернармен төбелесіп, Бұтябай Ернарды эфирден қуып жіберді. Сонымен қатар Арыстан Арайдың тақырыбын екі эфир талқылады. Арайдың айтып жүрген мүмкін сөзі шындыққа жанаспақ. Арыстан мен Арай бақытты болсын.